Ассаламу алейкум. Бүгін біз картоп таяқшаларын дайындаймыз. Бізге орташа сотейник қажет болады. Онда 550 грамм ашылған картоп салыңыз. Су құйып, дайын болғанға дейін пісіреміз. Картоп пісіп жатқан кезде шөптерді майдалап тұраңыз. Мен кинза қолдандым. Және де 75 грамм ірімшікті ұсақ үкіштен өткізіңіз. Пісірілген картопты пюреге езіп қоямыз. Содан кейін оған 1 шай қасық тұз, жарты шай қасық қара бұрыш, жарты шай қасық тимьян, кинза және ірімшік қосыңыз. Барлығын жақсылап араластырыңыз. Ары қарай 100 грамм жүгері крахмалын қосып, оны қолмен араластырыңыз. Нәтижесінде паста тәрізді масса шығу керек. Бір кішкене бөлігін алыңыз да, одан шұжық тәрізді таяқша жасаңыз. 15-20 см болатын болсын. Пісіру парағына салыңыз. 20 мл өсімдік майына 1 шай қасық ащы паприка қосыңыз. Жақсылап араластырыңыз. Енді үстіне жағып қою керек. Пешке 180 градус температурада 25-30 минутқа саламыз. Алтын түске дейін пісіріңіз. Өте дәмді тамақ болып шықты. Бұл чипстер мен фри картобына қарағанда әлде қайда дәмді және пайдалы. Сондай-ақ мұндай таяқшаларды балықпен гарнир ретінде беруге болады. Осы рецепт сізге ұнаса, лайк басыңыз, пікіріңізді жазыңыз және біздің арнамызға тіркеліңіз. Қоңырауды басуды ұмытпаңыз, сонда сіз әрдайым жаңа видео көретін боласыздар.